қазақ оппозиционерлері шын мәнінде қалай өмір сүреді және оларды кімнің қалтасы қаржыландырып отыр? Арнайы репортаж барысында өздеріңізбен бірге осы тақырыпты талқылаймыз. Бәрінен бұрын Қосанов 2 жобасының кураторы атанған Төлеген Жүкеевтің тұлғасы көптеген сұрақ туғызады. Оның жандай шаптарының бірі Жанболат Мамай бастығының көптен бері биліктің жоғары эшелонында жоқ екенін айтып, өз-өзіне қайшы келеді. Дат газетіндегі Мамайдың сөзі: Төлеген Тілекұлы жоғары саяси биіктен сонау 1995 жылы кеткен адам. 2000 жылдардың басында ол оппозициялық партиялар мен қозғалыстардың қатарында болды. Егер ол бір кездері билікте болса, бұл ол сатқын деген сөз емес. Бірақ Жүкеев дипломатиялық қызметтен 2003 жылы кетті. Азат партиясына келгенге дейін Төлеген Жүкеев премьер-министрдің орынбасары, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, Оңтүстік Кореядағы және Иран республикасындағы елші болған. Мамай Жүкеевтің Назарбаевпен жолы 90 жылдардың ортасында екіге айырылған деп мәлімдегенімен фактілер керісінше сөйлейді. Елшілерді, оның үстіне Оңтүстік Корея мен Иран сияқты стратегиялық маңызды елдердегі елшілерді президенттің өзі тағайындайтынын бәрі біледі. Ал енді ең қызығы, Жүкеевтің бизнесі мен мал-мүлкі туралы ештеңе белгісіз. Алайда нақ осы Жүкеев өзі қанатының астына алған адамның зерттеулерінің басты кейіпкері бола алар еді. Бақта Жүкеев туралы ақпарат жоқтың қасы. Бұл да біртүрлі күдік туғызады. Біреу оның өмірбаянының жағымсыз бөлігін жақсылап тазалап тастаған сияқты. Ақшаны қайдан аласыздар? Дәл осы сұрақ КДП-ның бастамашы тобына жиі қойылады. Ал олар бұған ләм-мим деп жақ ашпайды. Сонымен шенеунік Жүкеевке қайта оралайық. Википедиядағы мәліметтерден Жүкеевтің 74 жылы туған Руслан Жүкеев деген ұлы бар екені белгілі. Қазақстандық бақта ол туралы ақпарат өте аз. Әлеуметтік желілерде де Руслан Жүкеев белсенді емес. Негізінен демалыс және футбол матчтарында жалғыз түскен фотосуреттермен бөліседі. Ағылшын тіліндегі бірқатар дерек көздерден Руслан Жүкеев туралы бірнеше жазба табылды. Өмірбаянына көз тастасақ, кіші Жүкеев ақш-тың ең үздік жоғары оқу орындарының бірі Golden Gate University'де білім алған және бүгінде Оңтүстік Шығыс Азия елдерінде өте табысты бизнеспен айналысады. Руслан Жүкеев Trinity Capital Advisors басқарушы директоры, Камбоджа астанасындағы Визер холдингтің бөлімшесі болып табылатын Amplifon Corporated Ltd-да бірнеше жыл директордың орынбасары болып жұмыс істеді. Онда ол компанияны құру, сату желісін ұлғайту және сим-карталарды таратуды бақылап отырды. Ал Визер холдинг Forbes Қазақстан журналының нұсқасы бойынша ең бай адамдардың тізіміне кіретін қазақстандық бизнесмен Айдан Карбжановқа тиесілі. Визер холдинг компаниясы Камбоджада банкке иелік етіп, Непалдағы Ncell ұялы байланысының операторы болды. Осыған қарап, ол жерде жағдайларының жаман болмағанын түсіну қиын емес. Profit.kz сайтының директері бойынша Визер Capital инвестициялық тобы Оңтүстік Шығыс Азиядағы телекоммуникациялық бизнестен $500 миллион тапқан. Дәл осы $500 миллион Trinity Capital Advisors айналысатын жылжымайтын мүлікке салынған болуы әбден мүмкін. Және осы компанияның басқарушы директоры кім деп ойлайсыз? Тағы да Руслан Жүкеев. Бұл оның барлық осы компаниялардың иелеріне өте жақын екенін көрсетеді. Оңтүстік Шығыс Азияға көшкенге дейін Жүкеев Қазақстандағы Интергаз Централ Азия акционерлік қоғамында бас менеджер қызметін атқарды. Бұл компания туралы білмейтіндер үшін айта кетейік. Интергаз Централ Азия Қазтрансгаздың құрамына кіреді және табиғи газды тасымалдау саласында оның мүддесін білдіреді. Қазтрансгаз акционерлік қоғамы отандық және шетелдік газ нарығында мемлекеттің мүддесін білдіретін Қазақстанның негізгі газ энергетикалық және газ тасымалдау компаниясы. Ал енді мынаған қараңыз. Айдан Карбжанов Самұрық Қазына мемлекеттік холдингі директорының орынбасары болды. Алайда 2011 жылы Жаңаөзендегі толқулардан кейін командасымен бірге отставкаға кетті. Басқаша айтқанда, Төлеген Жүкеевтің ұлының асығы алшысынан түсіп, ол өзінің мансаптық өсуін Қазақстандағы олигархиялық топтармен тығыз байланысқан компаниялар арқылы бастады. Төлеген Жүкеевті ұлы арқылы қаржыландырғаны анық. Кейбір компаниялардағы үлесі арқылы да қаржыландырған болуы әбден мүмкін. Мұның барлығы олигархтар мен олардың қалтасына қарап отырған оппозиция арасындағы мәміленің бір бөлігі. Әйтпесе Руслан Жүкеевтің өз әкесі күресіп жүрген адамдарға өмір бойы жұмыс істеуін қалай түсіндіруге болады? Міне қызық, Мамай өзінің роликтерінде туыстарының есебінен өмір сүреді деп шенеуніктерді әшкерелейді. Алайда Төлеген Жүкеев сияқты көрнекті оппозиционерлердің табысты ұлының мойнына масыл болуы Мамайдың құндылықтар жүйесіне сыя береді екен.
Мамай 2012 жылы өзінің тергеу абақтысынан босап шыққаны үшін төлеген Жүкеевке қарыздар екені баршаға аян. Аңызға сәйкес, Жүкеев Жанболатты босатуды сұрап, алдымен Елордаға, содан кейін Ақтауға ұшып барып, сол жақта оны тергеу изоляторынан өзі алып кеткен. Оппозициядағы адамның мұндай мүмкіндіктерімен байланыстары да біраз сұрақ туғызады. Міне, Азаттық радиосындағы мақаладан үзінді. Жүкеев өзінің нақты қандай мемлекеттік органға және қандай деңгейдегі адамдарға жүгінгенін айтқан жоқ. Дегенмен өзінің мемлекеттік қызметте көп жылдар жұмыс істегенінің арқасында Астанада ауқымды байланыстары мен беделі бар екенін ұқтырды. Астанадағы шешім қабылдайтын ықпалды адамдармен кездесіп, Болат Атабаев пен Жанболат Мамайды түрмеге отырғызудан қоғам да, мемлекет те ұтпайтынына көздерін жеткізуге тырыстым. Жүкеевтің өмірбаянында белгісіз тұстардың көптігі ойландырмай қоймайды. Оппозиционер Ержан Тұрғынбай айтқандай, әрқашан дұрыс сұрақ қойып, шындықтың түбіне жету керек. Әсіресе халықтың атынан сөйлейтін адамдарға. Олар ақшаны қайдан алады? Оларды кім қаржыландырады? Олардың бағдарламасы қандай? Егер бір кездері Тұяқбай мен Қосановқа осындай сұрақтар қойылғанда түңіліп кетпес пе едік?